Ішкі істер министрі Абай облысындағы жұмыс сапарын қалалық полиция басқармасына барудан бастады. Айта кету керек, 4 қабатты ғимарат 1971 жылы салынған және сол уақыттан бері күрделі жөндеуден өтпеген. Бүгінде толық жаңартуды қажет етеді. Мұнда бұрын тек орталық полиция бөлімінің қызметкерлері жұмыс істеген болса, ал қазір олардың қатарына қалалық басқарманың қызметкерлері қосылған. Мәжіліс тарапынан қазір қандай көмек керек болады? Қолдаймыз. Жанымыз қысылса баратын полиция, араша сұрайтын полиция, бірақ мынандай қорабы ма? Ғимараттың жай-күйі мен ведомство басшысымен қатар Ішкі істер министрлігі қоғамдық кеңесінің мүшесі, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Берік Сәлімжанұлы да танысты. Өзгертуді талап ететін дүниелерге назар аударып, аталмыш мәселенің өзектілігін атап өтті. Министр өңір тұрғындарымен де кездесті. Жиналған қауымға криминогендік ахуал туралы ақпарат беріп, ішкі істер органдарының жұмысын жетілдіру бойынша жүргізіліп жатқан шаралар туралы хабарлады. Бүгін криминогендік жағдайға тоқталатын болатын болсақ, биыл осы 11 айдың ішінде 143 мыңға жуық қылмыстық құқық бұзушылық тіркелді. Қасақана адам өлтіру фактісі 12%-ға азайып отыр. Қарақшылық 25%-ға, тонау 6%-ға, зорлау 26%-ға, бұзақылық 10%-ға, мал ұрлығы 20%-ға, интернет алаяқтық 3,5%-ға саны төмендеді. Қоғамдық орында, көшелерде, мас күйде жасалып жатқан қылмыстар азайып отыр. Енді Абай облысы бойынша жағдайда ұқсас. Бұл жерде де осы өңір бойынша барлық қылмыстың мемлекет көлемінде 3% осы облысқа тиесілі. Жыл басынан бері ол 6%-ға азайды. Марат Ахметжановтың айтуынша, жалпы өңірде тіркелген қылмыстардың 75%-ы Семейге, 6%-ы Аягөз ауданына тиесілі. Негізінен облыстың барлық ауданында қылмыс деңгейі төмендеген. Кездесуде ведомство басшысы әртүрлі маңызды мәселелерге тоқталып өтті. Жиын еркін, ашық сұрақ-жауап форматында өтті. Тұрғындар сауалдарын қойып, мардымды жауаптарын алды. Менің бір сұрағым, балам Астана қаласында ішкі істер басқармасында қызмет етеді. Сондықтан осы баламды Семей қалалық ішкі істер басқармасына ауыстырып беруіңізді сұраймын. Сегодня же переведите его сюда. Балаңыз өзі ауысқысы келеді ме? Оны да білейік, ол ертең сіз шақыр болып кетпеймін деп жүрмесін. Сізден сұрайтынымыз, осы Абралы елінде полиция пунктін ашып берсеңіз, неше жылдан бері біз көтеріп жүрміз бұл мәселені, халық болып. Бүгін ақылдасамыз, қарастырамыз бұл сұрақ. Семей қаласының ұлттық ұланның 55-11 әскери бөлімінде келісімшарт мерзім бойынша жұмыс жасадым. Келісімшарт мерзім аяқталғаннан кейін мен жұмыстан шығып, енді ниетім осы полиция департаментінде сонда жұмыс атқару. Сонда менде қандай мүмкіншіліктер бар? Департамент басшысының орынбасары отыр, кадр жұмысы бойынша. Қабылдаңыз қазір, түсіндіріп айтыңыз. Сауалдармен қатар алғыс сөздер де айтылды. Өңір тұрғындарының бірі жергілікті тәртіп сақшыларының қызметіне ризашылығын білдіріп, министрге жылы лебізін жеткізді. Мен сізге сұрақ қояйын деп емес, алғыс айтайын деп келіп тұрмын мына жерге. Себебі 26 қараса 2022 жылы Абай ауданында облыс көлемінде қатты дауыл тұрып, боран соғып, қатты аяз болды. Сол кезде мал бағатын ағам қыстақтан шығып кетіп адасып, таба алмай 3-4 сағат іздеп таба алмаған кезде осы 102 арнасына телефон шалып, сол кезде полиция, Абай ауданының полиция қызметкерлері келіп іздестіріп, бізге тауып беріп, емханаға жеткізіп, бірінші көмегін көрсетіп, жақсылық жасады. Сол үшін Абай ауданының полиция бөлімінің жеке құрамына алғыс айтқым келеді. Жиыннан соң жеке қабылдау өтті. Еліміздің бас полицейі проблемалық сұрақпен жүгінгендерді тыңдап, қызмет басшыларына тапсырмалар берді. Бұл мәселелердің шешімін табуы қатаң бақылауда. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері де назардан тыс қалмады. Жергілікті журналистер Абай облысына байланысты түрлі мәселелерді көтеріп, өз сауалдарына жауап алды. Ішкі істер министрінің жаңа облысқа жасаған жұмыс сапары полиция департаментінде жеке құраммен кездесумен аяқталды.
Марат Ахметжанов кеткен кемшіліктерді саралап, әріптестеріне ең алдымен профилактиканы күшейтуді тапсырды. Мен бүгін мынаны кемшіліктерді айтып отырмын. Мен ескеріп отырмын. Жаңа құрылған облыс. Әрине бір-біріңізбен қазір келіп, жан-жақтан келіп, осы жерде қалыптасып жатсыздар. Бірақ та әрбір облыстың тәжірибелерін әкеліп отырсыңдар. Ертең келген кезде басқа жағдайды көрем деп мен сенімдімін. Өйткені көріп отырмын ғой, қабілеттерің жетеді бүгін. Шара соңында мінсіз қызметімен көзге түскен 6 қызметкер құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін медалімен және арнайы грамотамен марапатталды.